Тәртіп, табандылық, тағылым. Алматыда бокстан әлем чемпиондары Назым Қызайбай мен Алуа Балқыбекова колледж студенттерімен кездесті. Басқосуда спортшылар жеңіске жету жолындағы тәжірибелерін айтып, жастарды мақсатқа адал болуға шақырды. Сондай-ақ кәсіби спорттағы қиындықтар, психологиялық дайындық және уақытты тиімді басқару мәселелері сөз болды. Айта кетейін, аталған жиын заң және тәртіп қағидат аясында ұйымдастырылған. Өте жақсы кездесу болды, мотивационный. Жастар өздерінің сұрақтарын айтып, сұрақтарын қойып, соларға жауап бердік. Спортта үлкен жетістікке жету үшін қандай ұстанымдарыңыз бар, не керек дегендей. Сондықтан өз ойымызбен бөлісіп, жақсы бір кездесу болды. Спортта тәртіп ол ең басты ұстаным. Өйткені тәртіпсіз ешқандай да бір нәтижеге жетпейміз. Өйткені тәртіптің арқасында барлығы өз уақытысымен, өз орнында, өзінің бір режиммен деп айтамыз, мысалы. Сондықтан да сол тәртіптің арқасында осындай биік, үлкен нәтижелерге жетуге болады. Игі басқосу қоғамдық даму орталығы мен колледж әкімшілігінің мұрындық болуымен өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай тағылымды кездесулер студенттердің құқықтық мәдениетін қалыптастырып қана қоймай, салауатты өмір салтын ұстануға және азаматтық жауапкершілікті арттыруға ықпал етеді. Өздеріңіз білесіздер, заң үстемдігі бар жерде ол әділетті Қазақстанды құруда бұл үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Енді біз қазіргі таңда Алматы қаласы ішкі саясат басқармасына қарасты қоғамдық даму орталығымен бірлесе, осындай үлкен бір дәрежеге жеткен, бір деңгейде жетістікке жеткен мамандарды осы жерге алып келіп, өскелең ұрпаққа, студенттерге, жастарға мотивациялық кездесулерді өткізіп жатырмыз.